Қазіргі сабақта біз 100 граммға дизайн жасап үйренеміз. Сол үшін плюсті басып, неге кіреміз? Пиксартқа. Плюсті басып, жаңа основнойға кірген кезде плюсті басамыз. Кіреміз, фотографияды басамыз. 100 граммның сыртын таңдаймыз. Кейін фон таңдаймыз. Так, фонды таңдайық, например. Қызға істеген кеп тұр. Қыздықын таңдайық. Сосын көріп тұрсыздар ма, мына жерде стерка тұр. Бұл стеркамен любой шетін өшіруге болады. Егер керек емес болса, отменаны басамыз. X'ті басамыз. Все. Жанындағында екі слой тұр. Ол жерде біз дублировать дейді. То есть копиясын шығарамыз осыны. Ал мына move down, move up дегендер, ол move down деген мына слойды астына түсіреді. То есть мына бір обойдың астында қалды. Бұл көріністер ма? Егер move up десе, үстіне шығады. Енді смешать таңдаймыз да. Темнейін басып, мына шоколадымыздың екі қырын шығарып қоямыз. Чтоб ориентир ұстау үшін. Кейін бос молокососты қоямыз. И мына рамканы қосайық деген, например. Рамканы қойдым ортасына. И бос молокососты байының ортасына қоям. Примерно ортасында тұр. И маған бір қырындағы боковойлар ұнамайды. Сондықтан мен қайтып обойды таңдаймын да. Смешать деп обычный қойып, сөзі жоқ болып кетеді. И неке шоколад, то есть ортасына қойып, орай саламыз, болды. Стрелканы басып. Сохранить дейміз. Сохранить на устройство. Готово. Болды, шаблонымыз дайын.